пәнінің оқытушысы Жаңбырбай Мөлдір Қуанышқызы. Сабағымыздың тақырыбы заманауи зерттеулердегі аналитикалық әдістер. Пәні химия, тобы 12.01.29 Дәрісіміздің жоспары: аналитикалық химия пәні, маңызы, аналитикалық химия анализ түрлері, әдістері, сандық анализ кезінде жасалатын қателіктер. Төртінші, аналитикалық химияның теориялық негіздері. Жалпы аналитикалық химия пәні дегеніміз не? Бұл заттардың химиялық құрамын, материалдар құрамына кіретін, молекулалардың құрылымдық және кеңістік құрылысын анықтайтын, әдістерді зерттейтін, жаңа заманауи зерттеу әдістерді жетілдіру жолдарын қарастыратын ғылым. Химиялық анализ ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Егіннен мол сапалы өнім алу үшін топырақ құрамын, өсімдікке қажетті тыңайтқыштар салу керек. Бұл істерді дұрыс жүргізу үшін аналитикалық химия әдістерін дұрыс қолданып, анализ жасап, қажет мөлшерлерін анықтайды. Аналитикалық химияның негізгі мақсаты: химиялық қосылыстардың сапалық және сандық құрамын анықтау, және де оны екі үлкен топқа бөледі: сандық және сапалық талдау. Аналитикалық химия ол сапалық және сандық талдау бұл бөлінеді. Сандық талдау ол өз кезегінде үш топқа бөлінеді: толық анализ, заттың құрамындағы қоспаларды анықтау және заттың негізгі құрамын анықтау. Сапалық талдау заттардың қандай элементтерден, иондардан, атом топтарынан немесе молекулалардан тұратынын анықтайды. Оларды сәйкесінше екі әдіске бөледі. Бірінші, бөлшектеу әдісі, екінші, жүйелік әдіс. Бөлшектеу әдісі белгілі бір жағдайда әрбір ионды өзіне тән арнайы реакциялармен табу үшін кедергі келтіретін басқа иондарды ығыстыруға негізделген әдіс. Екінші әдіс, жүйелік әдісте кездесетін иондарды топтық реагент көмегімен белгілі аналитикалық топтарға бөлуге негізделген. Содан соң әрбір аналитикалық топтардан иондарды арнайы реакциялармен ашады. Сандық талдау заттар құрамындағы элементтердің иондардың сандық мөлшерін анықтайды. Біріншіден сапалық талдау жүреді, содан кейін сандық талдау. Себебі сандық анализ әдісін дұрыс таңдау заттардың құрамына тікелей байланысты. Яғни біз сандық талдауды жүргізу үшін сапалық құрамын білуіміз керек. Қазіргі кезде аналитикада көптеген әртүрлі әдістерді қолданады. Оларды барлығын үлкен топқа бөледі. Бірінші, химиялық талдау әдісі, екінші, физикалық химиялық талдау әдісі, және де үшінші, физикалық талдау әдісі. Химиялық әдістер заттар арасында жүретін химиялық реакцияларға негізделген. Олар көбінесе ерітінділерде, кей кезде құрақ күйде жүреді. Және әр затқа тән тұнба түзілуі мүмкін, немесе түсті қосылыс пайда болуы мүмкін, немесе газ тәрізді заттарға әкеледі. Анализ мақсатында қолданылатын химиялық процестер аналитикалық реакциялар деп аталады. Реакция нәтижесінде ақ тұнба түзіледі. Сәйкесінше жоғарыда көрсетілген реакцияда ақ тұнба түзіледі. Оны кез келген жерде жүргізеді. Оған тек қолданылатын реактивтер қажет, қарапайым зертханалық ыдыстар қажет болады. Химиялық әдістерді үш топқа бөледі. Гравиметриялық талдау, яғни анықталатын заттың және реакция нәтижесінде түзілген заттың массасын дәлдікпен өлшеуге негізделген әдіс. Негізгі аспап аналитикалық таразы, негізгі операция өлшеу. Екінші, титриметриялық талдау, көлемдік талдау әдісі. Реакцияға жұмсалған реактивтің көлемін анықтауға негізделген. Негізгі аспап бюретка, негізгі операция бюретка арқылы титрлеу. Және де үшінші, газдық талдау. Физикалық әдіс элементтің ионның тұрақты физикалық қасиеттеріне негізделген. Оның түсі, спектрі, тығыздығы тағы да басқа. Физика-химиялық талдау әдістері белгілі бір химиялық реакция барысында талданатын жүйедегі өзгерістердің жарық сіңіру, жарықтың сынуы, электрөткізгіштік сияқты физикалық сипаттың бақылауға негізделген. Физика-химиялық талдау әдістерінің артықшылығы сұрыптамалығы, анализ жылдам жасалады. Физика-химиялық әдістерді және автоматты түрде шығарады. Сандық анализде есептеулерді және өлшеуді мұқият жүргізу керек. Яғни химиялық анализ жасағанда есептеулер дәлдігімен анықталады. Мысалы, концентрация есептегенде және гравиметриялық анализде аналитикалық таразыда заттың массасы 4 ондық белгілері бар санға дейін, яғни өлшенеді. Титриметрик анализде ерітіндінің көлемін бюреткамен өлшегенде 2 ондық сандар, яғни 0,22,
0,25 мл дегендей. Анализдің дұрыстығы орташа және ақиқат нәтижелерінің арасында айырмашылықпен сипатталады. Өлшемдердің қайталанғыштығы әртүрлі жағдайларда жасалған өлшеулер, есептеулер нәтижелерінің бір-біріне жуықтығын білдіреді. Өлшемдердің дәлдігі анықтаулар нәтижелерінің өлшенетін шаманың ақиқат мәніне жуықтығын бейнелейді, яғни көрсетеді. Өлшеудің қателігі ол екіге бөлінеді: абсолюттік қателік және салыстырмалы қателік. Абсолюттік қателік талдау нәтижесінің және өлшенетін шаманың ақиқат мәнінен айырмасына тең, яғни ол ақиқат мәнінен қаншалықты ауытқуын көрсетеді. Екінші ол салыстырмалы қателік. Өлшеудің абсолюттік қателік ақиқат мәнге қатынасын білдіретін өлшеудің қателігі бар екен. Талдау кезінде жасалатын қателіктерді өздерінің сипатына қарай келесідей жіктеуге болады. Талдау қателіктері 3 топқа бөлінеді, және одан кейінгі жүйелік қателіктер сәйкесінше 4 топқа жіктеледі. Жүйелік қателік өлшеудің әрдайым тұрақты болып қалатын немесе қайталанатын талдауларды заңдылық бойынша өзгеріп отырады. Кездейсоқ қателіктер кез келген өлшеуде кездеседі. Олардың санын параллельді өлшеулерді өткізу нәтижесінде азайтуға болады. Өрескел қателіктер тәжірибені қайталаған сайын елеулі түрде өзгеріп отырады. Стандартты үлгілер деп құрамындағы анықталатын элементтердің мөлшерлері жоғары дәрежеде дәлдікпен белгілі болатынды әртүрлі математикалық есептеулерді анықталады. Аналитикалық химияның теориялық негізін жаратылыстанудың іргелі заңдарын құрайды: заттың массасын, энергиясын сақталу заңы, зат құрамының тұрақтылығы, әрекеттесуші массалар және эквиваленттік заңы және тағы да басқа. Аналитикалық химия элементтердің иондардың қасиеттеріне және биорганикалық химияның теориялық мәселелеріне, массалардың әсер заңына, химиялық тепе-теңдік және тотал-тосқын реакциялар, комплекс қосылыстар және заңдылықтарына сүйенеді. Физика-химиялық талдау әдістері сәйкесінше спектрлік және оптикалық талдау әдістері, электрохимиялық талдау әдістері хроматография болып 3 топқа жіктеледі. Оптикалық талдаудың түрлері ол көріп отырғанымыздай кестеден молекулярлық абсорбциялық анализ әдістері және тағы да басқа. Тапсырма анимация көру арқылы сұрақтарға жауап береміз. Хроматография деген не және ол түрлі заттарды қалай айыра алады? Хроматография әдісінің мәні неде? Бұл әдіс қандай принципке негізделген? Үй тапсырмасы 3-8, 3-9 параграф, бет 97 және 13-ші жаттығуды орындайсыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.